Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен Excel кітабының 27-ші бетіндегі Is the Internet Good or Bad тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі осы видеоны тек каналға тіркелмеген оқушылар да көреді екен. Мені қолдап комментарийге рахмет деп каналға тіркелген. Сонымен бастадық. Is the good internet good or bad? Яғни интернет жақсы ма әлде жаман ба дейді. Енді мен мына текстті қазақ тіліне аударып берейін. Жасөспірімдер интернетсіз өмір сүре алмайды және уақыттарын көбін онда өткізеді. Бұл жақсы ма? Интернет пайдалы құрал. Онда кез келген тақырыпта ақпарат табуға болады және оны сабақ пен жобаларға қолдануға болады. Сонымен қатар интернет адамдардың байланысуына көмектеседі. Достарыңа хат немесе электрондық пошта жіберуге болады. Олар қайда болса да. Бірақ екінші жағынан интернет зиянды болуы мүмкін. Егер сен экран алдында тым көп сағат өткізсең, көзіңе жақын келуі мүмкін. Сондай-ақ интернет өмірден алшақтатып, достарымен араласуға немесе үй тапсырмасын орындауға кедергі келтіреді дейді. Қорыта келе интернет оқу мен байланысқа пайдалы, бірақ жасөспірімдер оны ақылмен пайдалануы қажет дейді. Енді мына check these words, мына сөздердің аудармасын айтып берейін. Tool құрал, topic тақырып, chat сөйлесу әңгімелесу, harmful зиянды, screen экран, damage зақым келтіру, distract назарын бөлу, neglect алаңдату, sensibly ақылмен саналы түрде дейді. Енді бірінші тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырмада сендерге айтады, мына сұрақтарға жауап бер дейді. Міне мен сұрақтардың жауабын жазып қойдым. Бастадық. What advantages does Wendy mention? What examples does she give? Яғни Wendy деген қыз жазып отыр ғой мына хатта. Енді ол қандай жақсы жақтарын айтып кетті дейді интернеттің. The internet helps in learning and communication. Интернет көмектеседі оқуда және әңгімелесуде. You can find information from your school work and projects. Сен информация таба аласың өзіңнің мектеп жұмыстарына және жобаларына. You can chat or send emails to your friends anywhere. Сен әңгімелесіп, хабарламалар жібере аласың достарыңа әр жерде болса да. Екінші. What are the disadvantages? What examples does Wendy give? Зиянды жақтары қандай және де қандай мысалдарды Wendy берді? The internet can be harmful. Яғни интернет болуы мүмкін зиянды. It can damage your eyes, distract you from real life and make you neglect your homework. Ол сенің көзіңе зақым келтіреді, сені алшақтатады, алаңдатады шынайы өмірден және де сені немқұрайлы қарауға, яғни үй тапсырмасына немқұрайлы қарауға әсерін тигізеді дейді. Үшінші. What's Wendy's recommendation? Енді Wendy бізге қандай рекомендация кеңес берді? Teens must use the internet sensibly. Яғни жасөспірімдер интернетті дұрыс ретпен ақылмен қолдануы қажет дейді. Екінші тапсырма. Find the topic sentence the main body part. Can you suggest other appropriate words дейді? Яғни ең берілген тексттен, топиктан несін тауып ал дейді, яғни басты бөлімін тауып ал дейді, және соны көрсет дейді. Бастадық. Бірінші параграфта advantages, яғни пайдалы жағын айтқан. The internet is a useful tool, яғни интернет пайдалы құрал дегенді, ал екінші параграфта disadvantages, зиянды затын айтқан. On the other hand, the internet can be harmful. Басқа қараған басқа жолынан интернет зиянды болуы мүмкін деп саған екі жолында берген екен. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған тыңдалымды берілген, және тыңдалымнан сен сәйкестендіруін қажет дейді. Міне жауабын жазып болдым. Distract from the homework. Ол бізде C болады. Useful during emergency. Ол бізде D болады. Instant communication. Ол бізде A болады. Unhealthy. Ол бізде B болады. Енді төртінші тапсырма. Төртінші тапсырмада сен осы интернет туралы жазуың керек, яғни should teenagers have mobile phones? 80-90 сөзден тұру керек. Яғни жасөспірімдерде мобильді телефон болуы керек пе дейді. Бастадық. Most teenagers have mobile phones today and many are addicted to them. Is this good or bad? Яғни қазіргі таңда көптеген жасөспірімдерде мобильді телефон бар және олар оған зависим, яғни байланып қалған дейді. Бұл жақсы ма жаман? Mobile phones are very useful. Мобильді телефондар өте пайдалы. You can call, text or use internet anywhere.
сен хабарласа аласың, хабарлама жаза аласың және интернетті қай жерде болсын қолдана аласың. Moreover, they help parents to contact тағы да their in emergencies. Тағы да оған қоса сенің ата-аналарың саған хабарласа алады мынау қауіпті жағдайларда, иә. However, mobile phones can be harmful. Яғни мобильді телефондар зиянды да болуы мүмкін. Teenagers spend too much time on them and don't focus on schoolwork. Жасөспірімдер көп уақытын ода өткізеді және де үй жұмысына, мектеп жұмысына фокусироваться, яғни назар қоя алмайды. They can also affect their health. Және оған қоса олар оның денсаулығына әсер етеді. In all, mobile phones are very useful gadgets, but teenagers should use them sensibly. Қорытындылай келе, мобильді телефондар өте пайдалы гаджеттер, бірақ жасөспірімдер оны назармен, ақылмен қолдануы қажет дейді. Балалар егер сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі оқушылар комментарий жазбай, каналға тіркелмей, мені қолдамай көріп жүр. Сендерден қолдау күтемін. Goodbye.